Атам қазақтың ұрлық түбі қорлық деген керемет мақалы бар. Әрине, ұрлық деген қай кезінде де болған, бола береді. Себебі ұрлықтан түбегейлі тыйылу үшін қоғам өзгеру керек. Мәселен, ұлы Абай бұл мәселеге де өте мән бере айтқан ғой. Енді Абай не айтады ұрлық туралы? Енді о заманда, Абайдың заманда ұрлық көбінен мал ұрлау, елдің арасындағы дүние ұрлау ғой енді. Қазіргі қоғамдағы тілмен айтқан кезде бүгінде ол өзгерді деп айтуға болады. Себебі әлі де өзектілігін жойған жоқ. Себебі қоғамда сана өзгеру керек. Адамдардың санасы өзгермейінше ол ұрлық тыйылмайды, жойылмайды. Хакім Абай айтпақшы, ұрлық деген ол енді ұры мал ұрлап байысам дейді. Ал енді мал жоғалтушы малынды көбейтіп байып жағдайын дұрыстасам дейді. Ал енді ұлықтар дейміз, сол кезде тілмен айтқанда бүгінгі шенеуніктер ғой, лауазым иелері. Олар көбіне екі жақтан да біреуінің малын тауып берем, біреуіне құтқарам деп екі жақтан да жеп жүрген жағдайлар жоқ емес. Осы тұрғыда Абай оны өте талдап, психологиялық тұрғыда, философиялық тұрғыда тереңінен айтқан. Бұдан өзгеру үшін адам өзінің санасын түзеу керек, адами болмыс дұрысталу керек, тәрбие дұрыс болу керек. Тағы да айтады, сол 11-ші қара сөзінде бұзақылық. Айтқанда азғыру оның ішіне жатады. Бұзақылық дегеніміз не? Көбіне адамдарды азғырып, сені байып жереміз, сені бүйтіп жереміз, саған көмектесеміз деп сондай негізде алдайды ғой енді. Бүгінгі тілмен айтқанда алаяқтық таза. Абайдың бұл қара сөзіндегі бұл мәселе әлде де ескірмеген. Ол сол замандарда да айтылды, онымен де күресті қоғам болып, бірақ ол тоқтам болған жоқ, әлде де сонымен күресіп келе жатыр. Егер де біз ұлт ретінде өркендейміз, көркейем дейтін болсақ, заң мен әділеттік үстем болу керек. Жастарды адал еңбекке баулуымыз керек, тәрбиеге аса мән беруіміз керек, әрине.